Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. Бұл көріп тұрған видеоларыңыз біз облыс әкімінің шағын гранттар байқауына қатысып, сол жерде жеңімпаз атанып 300 мың теңге көлемінде сыйлық алған болатынбыз. Осы видео облыс әкіміне біздің жылыжайды таныстыруға арналған видео болатын. Көріп тұрғандарыңыздай, жылыжайдың ішінде жуалар өте әдемі болып өскен, түсі де өте жақсы, товарный вид бар. Көкшуа өніміне қойылатын басты талап бұл түсінің қою жасыл болуы. Бізде қою жасыл түс бар. Видеода біз жуаларды тек аз-аздан қиып, тазартып, пучоктап жасап жатырмыз. Өйткені осы облыс әкіміне таныстыратын күні бізде выставка болған болатын. Сол жерге осы выставкаға біздің жылыжайдың көк жуаларын апарған болатынбыз. Выставканың видеосын алдағы уақытта салатын боламын. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Арнада лайыққа лайықты каналы. Енді көптен видео салмай кеттік. Оның да себептері бар. Қазір жылыжайдың ішіне келіп тұрмыз. Қуаныш жаңалық, біздің жылыжай шағын гранттың байқауларының жеңімпазы болып қаржылай көмек алдық 300 мың теңге көлемінде. Енді асып тасып жатқан ақша емес, бірақ оның өзі біздің жылыжай үшін үлкен көмек. Одан бөлек Ақтөбе облысының әкімі Ералы Лұқпанұлы біздің жұмысымызбен танысып, выставкаға шыққан болатын, біз жуаларды апарып. Бұйырса алдағы уақытта біздің жылыжайды келіп қарап кетемін деп жатыр. Қазір енді бізде жуаларды қиып дүкендерге, базарға тапсыру жұмыстары жүріп жатыр. Бірінші партияны біз тапсырып тастадық, кеше 10 килограмм тапсырдық. Килограммы 2000 теңгеден 20 мың теңгеге тапсырдық. Қазірда қиып, соны тазалау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мынау бізде қиылған жуа сабақтары. Міне жатыр. Тапсырыс беруші бізге 10 килограмм, 15 килограммдай сұраған. Енді мына жерде 10 килограммдай бар. Осыны қазір тазалап, буып, ертеңгі таңертеңгі базарға шығаратын боламыз. 20 мың точно санадың ғой? 20 пачка. 20 килограмм. Оны күйші санап едің ғой? 14 шығып тұр ғой? Видеодан көргендеріңіздей, бізде қазір жуаларды жинап тапсыру жұмыстары өте жақсы деңгейде жүріп жатыр. Одан бөлек жақсы жаңалықтарымыз бар. Бізде республикамызда, соның ішінде Ақтөбе облысы пилоттық болып алғашқы рет ауыл шаруашылығы салаларына арналған жеңілдетілген 2,5% кредиттер беруде. Сол туралы да өз алдына бөлек видео түсіретін боламыз. Ол қандай бағыттарға арналған, кім қатыса алады, қалай қатыса алады, шектік соммасы қанша, оны қалай алуға болады деген сияқты. Өйткені бұл тікелей біздің президентіміздің тапсырмасы болатын. Одан бөлек алдағы видеоларда біз жылыжайды қалай салу керек, оған қандай материалдар керек, қанша қаражат қажет, соның барлығын өз алдына бөлек бір видео түсіреміз. Ол жерде біз мен енді биылғы жылы бұйырса басқа бір жылыжай салғым келіп тұр. Соған арнап, соның конструкциясын, полный схемасын қаражатымен бірге салатын болам. Сондықтан каналға жазылып қойыңыздар. Бұйырса осы жылыжай саласын толыққанды сіздермен біздер болып бірге дамытып зерттейтін боламыз. Одан бөлек мен өзімнің Instagram аккаунтымда жастарға арналған, қандай кәсіп бастауға арналған бағдарламалар бар, қандай қайтарымсыз гранттар бар, жалпы жастар саясатында қандай жағдайлар бар, соның барлығын өз Instagram аккаунтымда айтатын болам. Сондықтан бұдан бөлек Instagram парақшамызға да жазылып қойыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болатын болса, сол жерден дайректке де қойсаңыздар болады. Кез келген оқырманның сұрағына жауап беруге дайынмын.